Құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар, оқушылар, баршаңызды келіп жеткен тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздік күні ең басты мерекеміз. 29 жыл тәуелсіздік кезеңінде Қазақстан Республикасы біраз жетістіктерге жетті. Оның ішінде білім саласының Назарбаев зияткерлік мектептерінің құрылуына да үлкен себеп болды. Назарбаев зияткерлік мектептерінің орта білім саласында рөлі өте маңызды. Әр мұғалімнің, әр оқушының жетістігі қазіргі таңда елеулі аталып өтіп жатыр. Кеше ғана өткен жастар форумында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев оқушыларымыздың жетістіктерін атап өтті. Ол үлкен бізге мәртебе. Әр оқушыға, әр ұстазға шығармашылық табыс тілеймін. Білімдеріңізді шыңдап, үлкен жетістіктерге жетулеріңізге тілеймін. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Тағы да тәуелсіздігіміздің тұғыры арта берсін. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Барша әріптестерімді, оқушыларды, ата-аналарды тағы да құттықтаймын. Сенсің қазақ ол елім, дүрсілдеп сендеп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым, тәуелсіздік таңы атқан үшін. Қазағым сенсің тауым асқарым, самғасың сенсің ұшар аспаным. Жұлдыз айы аман, күні аман, туған жерім сенсің ұлы анам. Қазақ жері бұл Қазақстан, жаса мәңгі гүл Қазақстан. Келешекке туған елім менің, қолым беріп тұр Қазақстан. Мен үшін сенен басқа жер жоқ, жер бетінде сенен басқа ел жоқ. Арманым, тағдырым қазақ жерім, әнұраным, туым қазақ елім. Қазақ елі ұлы көште, дариядағы суын кеште. Қазақ жері кең даламда осы, біз балыңмыз туып өскен. Қазағым туып өскен мекенім, қастерлі сені мәңгі өтемін. Туымда, даламда қазақ жерім, жаса мәңгі қазақ елім. Қазақ жері бұл Қазақстан,
тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы, әр шаңыраққа бақыт, береке, дендеріңізге саулық тілейміз. Қазіргі осындай заманда ең бастысы бізге деннің саулығы керек. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Дорогие учителя, родители, дети, так как мы все жители, граждане Республики Казахстан, одним словом, соотечественники, в преддверии Дня независимости нашей республики, Республики Казахстан, хочу вас всех от всей души поздравить с этим праздником. Каждая страна – это как отдельная семья, со своими родителями, со своими детьми, со своими проблемами и радостями. Поэтому наша страна – это огромная, большая семья, где родители – это наша история, дети мы сами, а наши просторы – это наш общий дом. Поэтому давайте любить нашу страну так, как она этого заслуживает. Давайте помнить нашу историю, чтить ее, быть достойными наших предков, быть достойными родителями наших будущих детей и внуков, чтобы они могли гордиться нами, чтобы наша природа, природа Казахстана, чтобы наши будущие поколения всегда со словами благодарности вспоминало нас. Давайте беречь как культуру, как природу, так и все, что находится на территории нашей страны. И давайте в связи с этим праздником, в преддверии этого праздника, уже подумаем об ответственности перед нашим будущим поколением. С праздником вас, дорогие! Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген. Жүргегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен тінтірілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құрсағыма сыйдырам даланы кен. Пәк сәбеймін, бесікте өлдеген. Дәуірлерімен құрдаспын, данамын. Мен жігітпін, айқасқа сынға сықпын. Жүрегі бар кеудемде шыңға шықтым. Жанартаудай жойқынмын жойқынғанда, шарықтасам, қыран боп шыңға шықтым. Мен қарай көз сұлу, сайтан қызбын. Сайрай қалсам тілімнен балтам қызым. Сүйер болсам, өмірдей өлесейді. Қас батырмен қайрасқан балтам жүзім. Осындай бұл, білмеймін кімнен туды. Бәлки қайсақ, бәлки бір құннан туды. Деп шатыпты біреулер, күннен туды. Жоқса, мен қарақұл күннен туды. Руым бар солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, ән жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таптарындай. Қаза болған солдатта ізгөлімнен, қалаларда өтіпті тізбелінен. Қанқалары табылып жатыр қазір, соғыстар мен жорықтар ізден. О замандас, соларға бір қарамыз, әр кірпіші, әр тасы бір қорамыз. Өлгендерді тірілтіп өмірлетіп, өшкендерді табалып бір ғанамыз. Мирасыма, мұрама аз басуда, алынбайды алтындай қаз басуда. Тереңім көп, тұңғиық тарихым көп. Жылдар қыш, том-томдап жазбасам. Жаза алмадым, қайтейін хат білмеймін. Білдім бірақ, найзамен аттың белін. Ат үстінде ұмыттым кедейлікті, ат үстінде өлсем мен шатпын дедім. Ал бүгінше, бүгін мен азаматпын, жазалатын. Ғылымды қазалатын, жазалатын дүниелік дастандарды, жазалатын тарихқа қазағатын. Атымның да кеше ғой танылған, оған дейін қайтан ба танылмады. Солар жайлы ойлансын ұрпағымыз, шолпан қызы, шапақты танылмады. Осы эстафетаны 9-шы А сынып оқушыларына жолдаймын. Эстафета өз жалғасын табады деген үміттемін. Ақын өлеңдерін жатқа білейік. Назарларыңызға рахмет, сәттілік.
басым анасындай көріп алашын, жауына жаға жыртқызбай батырлықтың білген бағасын, алыспан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын. Сақты болып сақтардың түлігінде тезіп баққанмын, жәнібекер үй қолымен қазығымды алғаш қаққанмын, бес асыр салып араға арайланып атқан ақтаңмана. Түргінің тамшы жаңбырымын, сақпенен ғұнның тағдырымын тараған. Алуан заман кешкен елмін, күш қуат алып өскен елмін даладан. Арнамыз асқақ айбыным деп, бірлігім бақыт байлығым деп санаған. Кешегі қазақ хандығымның бүгінгі ғажап пән жырымын жаңадан. Шәкәрім Құдайбердіұлы «Талап пен ақыл». Талап деген бір жүйрік тұлпар сынды, бабын таппай мінгенді қылар жынды. Тауға рама басыңды, тасқа рама, ал енді оған кісі қайтып мінді. Талап шапса ақылға мініп алып, жақсы жаман бәріне бірдей салып, анық ақыл адымын аштырмайды, еш нәрсе одан құтылмай жетпей қалып. Талап деген ындынмен ентелемек, ойға алып, қызық қанын қылсам демек, ол ісі орайлы ма, орайсыз ба, ойланып, оны ақылға салса керек. Тапқыш ой ақылдың мағынасы, түбі жүрек болады мида басы. Орынсызға ұмтылтпай тоқтатуға, талаптың 6 түрлі бар ноқтасы. Ынсап, рахым, ар, ұят, сабыр, сақтық. Талапқа 6 түрлі ноқта тақтық. Алтауының ішінде ынсап әділ, өзгесінің тізгінін соған ұстаттық. Ынсап деген аспайды, кем қалмайды, орнын таппай ол сірә қозғалмайды. Рахым жақсы көреді аяғанды, адамға қаттылықты ойға алмайды. Ар деген адамшылық намыс деген, арын кетпес жағыңа қарыс деген. Теріс ұғып жүрмесін мұны біреу, сөз емес күншіл болып алыс деген. Намыс сол өзің қорлан кемдігіңе, құрбыңмен ұмтыл бақ теңдігіне, алмай өс алдыңғының аяғынан, соқтықпай өзің іздеп еңбегіңе. Ұят сол аулақты ұял көргендей ап, ұрлаған малын шығып бергендей ап, орынсызды істеуге өлгенше ұял, ұят күшті өлімнен дегендей ақ. Сабыр деген әр іске шыдамдылық, қатты керек адамға бұл бірлік. Қолы жетпей талай жан ізденеді, осыдан көп шығады адамшылық. Сақтық деген әр қашан байқап жүрмек, пайда ма не залал ма ескермек. Көргенін, естігенін есеп қалса, сонда оңай әрбір істі ойлап білмек. Ойменен, талаппенен болды 8, айтылмай енді қалды неменеміз. Өзге жақсы мінездің бәрі дағы шығады осылардан түйіндеміз. Сабыр, сақтық, ой, талап болмаған жан, артық төмен болмай ма хайуаннан. Ынсап, рахым, ар ұят та болмаса, өлген артық дүниені былғағаннан.
Маңғыстау, сабырадай. Аққу деген құс болар, ақ бауырынан аппақ мамық түлеткен. Айдынын аңсап, алқына ұшып жүр еткен. Ақ ұлпая, аруана дала кемеңгер. Баршаңа сәлем, Маңғыстау атты түбектен. Маңғыстау деген май берсерке паңдала. Талайлар кеткен таңдайын қағып таңдана. Ақ бөбектен арнасын алған сұлулық. Мақтаулы қала, ақтауға жатыр жалғана. Маңғыстау, түйіле қалса түнерген, сүйіне қалса сезіммен нәзік күлерген. Бұл қаладан досан шыққан Исамен, жауының жан жаһаннамға жіберген. Маңғыстау деген тектілер туын тіккен жер, шайқалып шаңырақ, қаңсырап қанша тіктел-дел. Жандарымдар да, жаналғыштар да бата алмай, жауының өзі тағдырдан зауал күткен жер. Маңғыстау деген киелі мая кирілек, кекетіп жүрме қақталған күнге тер деп. Құлағын жұмып сұрлана қалған даланы, ойлаңдар үнсіз бөрі деп, қапыда қалмаң өлі деп. Маңғыстау деген киелі қазық атпайлар, құлыны туар анадан алып қасқайдар. Маңғыстау деген Әбіш пен Әмин естөре, көкірегінде көмбелі жиһаз от той бар. Арыңды сенің Маңғыстау өлеңменен қорғаймын, азбаса екен атаның қаны сол қайғым. Маңғыстау сені жырлаған сәтте тереңнен, қаңтардағы құйынды қырау таңдаймын. Төрлетін қонақ көңілдер сыйға кеңелсін, жатаған төбе жарға бақтауыңа теңелсін. Толқыған көңіл торқалы тойдың үстінде, халқым-ау саған осыдан артық не дерсің? болашағын жарқын алдында
балғын шағында көк байрағындағы қырандай биік әлемге самғайды қазақ атыңда махаббат қайрат екеулеп шымарлатқан денені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені елдіктің асқақ өлеңі
жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені.